Мынау ото ТВ'де жалықтырып жіберді ғой. Балапанда қызық емес. Жарайды. Бір ерекшелік қажет. 98. Сол уақытта 98 деген сан мен үшін өте жақын еді. Таң ата салысымен ерте тұрып, Фин мен Джейкпен уақытымды өткізетін едім. Бірақ олардың идеологиясы менің басыма түк те кіріп шықпады. Ей, Фин, мына мысық саған ұқсайды екен. Менің бас киімім мысық емес, аю. Креземе қандай аю ол? Енді нақтырақ айта алмаймын. Онда қаһарман кітабынан іздесіп қарасаңшы. Ол қандай кітап? Кәдімгі қоңыр қара. Ал мен нақтырақ. Сонымен қандай аюсың? Ей, Нура, ана екеуін айтшы. Шаршатып жіберді ғой. Кеттім мен. Қай жаққа? Францияға. Ал менің ең сүйікті мультфильмнің бірі ол Гамблдың таңғажайып әлемі. Мені күлдіртіп отыратын көк түсті мысық. Әрине оның қасында қызғылт сары балық досы бар. Айтпақшы, қалай мысық балықты жемей жүр? Ал түнге таман регулар шоуды қарайтын едім. Мартикай қосылған регби, тең болады мирби. Достар, аниматор Мирбидің атауы да осыған байланысты еді. Мен үшін бұл мультфильм ерекше орын алады. Ал обед бойы әрине Стивеннің әлемін қарап отыратын едім. Кіндігінде бір кристалл бар, томпақ бала. Неліктен екенін білмеймін, бұл маған қатты қызық болмады. Себебі мен оны жай іш пысқандықтан қарайтын болдым. Ал қалған арналар жайлы естігіңіз келсе, әрине осы видеоның астына 50 лайк жинау керексіздер. Мүмкін жинақтайтын шығарсыздар. Ал біз оқиғамызды жалғастырамыз. Менің достар ең жақсы көрген, ең сүйікті мультфильмдердің бірі әрине ол Бен 10, яғни Бен 10. Менде оның ойыншықтары көп болды. Таң ата салысымен оның ойыншықтарын ойнайтын едім. Ал бір қызығы Бен 10 мультфильмінің бірде-бір бөлімі есімде түк қалмады. Енді Бен оған ренжімейтін шығар. Сен қалай ғана мені ұмыттың? Бен, кешір, сені ұмытқым келген. Болды, тоқта. Маған ақталмай қойсаң болады. Достар, мінекей видео ақталды. Енді не істеу керек екен білесің? Не істеу керек екен? Видеоға лайк басу керек, сосын арнаға жазылу керек, сосын төменді басып ВК инстаграмыма қосылу керек. Күн сайын айтасың ғой, бәрі бірде ешкімге көрмейді болады. Сонда сіздер маған кірмейсіздер ме? Bye, go.